Табысты арттырып, шығындарды азайту. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы 130 миллиард теңгеден астам қаржы үнемдеуді жоспарлап отыр. Ол үшін трансформациялауды қарқынды жүзеге асыру қолға алынған. Бұл туралы жаңғырту және бизнесті трансформациялау жөніндегі кеңестің отырысында айтылды. Кеңес жұмысына Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев те қатысты. Ұлттық атом компаниясының басшысы трансформацияның негізгі нәтижелерімен таныстырып өтті. Мысалы, санды кеніш және жағдаяттық орталық ақпараттық жүйелері пайдалануға берілген. Ал 13 кәсіпорынның кеңсесі уран өндіріп жатқан аймақтарға қоныс аударған. Компанияның Ресей мен Қытайдағы өкілдіктерінде оңтайландыру жүргізілді. Мұның барлығы қысқа мерзімде өндірістік қаржылық көрсеткіштерді сақтай отырып, табысты өсіруге мүмкіндік берді. Біз 26 осындай кәсіпорындарын компаниядан шығардық. Жылдың аяғына дейін тағы да осындай 8 кәсіпорындарын біздің компаниямыздан шығарамыз. Ол да президент тапсырмасына сәйкес өткізілетін шаралар. Өзімізді бәсекелестермен салыстыра отырып, осал тұстарымызды анықтадық, оларды күшейтуге кірістік. Осылай деген компания басшысы бұл қадамды жүзеге асыруда ұжымның кәсіби біліктілігі маңызды рөл атқаратынын айта кетті. Қызметкерлерге лайықты жағдай жасау, жалақымен қамтамасыз ету және еңбек қауіпсіздігінің сақталуы бағдарламадағы негізгі элементтер болып қала бермек. Динамика очень хорошая в компании. Компанияда динамика өте жоғары екені байқалады. Ең бастысы, мұндағы адамдардың күрделі өзгерістерді жатсынбайтыны көрініп тұр. Егер ауқымды қайта құруларды адамдар түсінбей қарсылық танытып жатса, бұл өте күрделі ахуал қалыптастырар еді. Ал бұл компанияда жағдай мүлде басқа, ары қарай да тиімді жұмыс жалғасады деп сенемін. Алдағы уақытта Қазатомөнеркәсіп трансформация аясында 26 жобаны іске асыруды жоспарлап отыр. Осылар жүзеге асырылғанда 2025 жылға қарай компанияға 130 миллиард теңге көлемінде тиімділік әкеледі. Жиынды қорытындылаған Самұрық-қазына қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев атқарылған жұмыстар үшін компания ұжымына алғыс білдірді. Кеңес соңында 2017 жылға арналған трансформацияның жол картасына қол қойылды. Базакрот Нушева, Тимур Еркетаев, Астана телеарнасы.